кадрын емес па столда? Мына жаққа түсіп отыр ғой дейтін. Жоқ, мен ашып отқан кезде негізінен ага тұр қоймын. Запись кетті ма? Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде қайтадан техникалық обзор. Бүгінгі жасайтын обзорымыз наушник техникасына арналады. Оның біріншісі бізде Celebrat компаниясының құлаққабы, ал екіншісі Gerlax компаниясының құлаққабы, наушниктер. Бүгін біз осы екі наушникке обзор жасаймыз, сыртқы дизайнына баға береміз және оның дыбыстарына баға беретін боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші наушниктен бастайық. Gerlax наушнигін шетке қоя тұрамыз. Celebrat компаниясының ұсынған наушнигін ашамыз. Әдеттегідей тық-тық-тық-тық деп ашамыз. Комплект стандартты түрде, әрине ол наушниктің өзі. Мына жерде қателеспесем, наушникті зарядтауға арналған шнур микро USB арқылы зарядталады екен. Және екінші берілген шнур, AUX шнуры. Бұл сіздің наушнигіңіздің зарядкасы отырып қалған кезде тікелей сым арқылы телефонға жалғап тыңдауға мүмкіндік береді. Және үшінші инструкция қағазы. Наушниктің өзіне баға беруді бастайық. Дизайны өте жақсы секілді. Өздеріңіз көріп тұрғандай қара түсте жасалған. Сыртқы жағы қара түсте және ішкі жағы серый түсте. Бірден көңіл аудартатын нәрсесі ол мына корпустың өте жұмсақ болуы. Қосылып кетті. Басылып кетті деймін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, наушниктің құлақтары осындай деңгейде созылады, екеуі де. Наушниктің оң жағында өздеріңіз көріп тұрғандай, оның басқару тетіктері бар. Жоғарғы жағынан бастайық. Ол наушниктің өзін өшіріп қосу тетігі және оның астында ойнатылып жатқан музыканы қосу немесе өшіру тетігі. Дәл соның қасында сізге келген звоноктарға жауап беру тетігі. Яғни, егер сіз көшеде осы наушник арқылы өлең тыңдап келе жатсаңыз, сізге соғып қалса, ona тетікті бассаңыз, звонокты көтере аласыз. Оның екі жағында, оң және сол жақтарында ойнатылып жатқан музыканың дыбыс деңгейін түсіру немесе көтеру тетігі және келесі өлеңге ауыстыру немесе кейінгі өлеңге ауыстыру тетіктері тұр. Дәл оның астында өздеріңіз көріп тұрғандай екі разъем тұр. Оның біріншісі наушникті қуаттандыруға, зарядтауға арналған разъемы, екіншісі AUX-ты қосуға арналған разъем. Барлық айтылған нәрселерді көрген, сезген факторлардың бәрін учитывать етіп, мен бұл наушниктің дизайнына 10-нан 7 деген баға беретін едім. Артық ештеңесі жоқ. Бірден қосылып кетті. Екінші наушникті ашып көрейік. Десең. Ойнайтам телефонға. Бұл комплекте тоже стандартный наушниктің өзі. Және мұна қорапта наушникті қуаттандыруға арналған, зарядтауға арналған Type-C шнур және AUX шнуры. Наушниктің дизайнына келсек, көріп тұрғандарыңыздай ақ түсті. Осындай деңгейде, осындай ұзындыққа дейін созылады. Бұл наушникте оң жағындағы құлақтың шетінде наушникті өшіріп қосуға арналған тетік. Ойнатылып жатырған музыканың дыбысын көтеретін немесе түсіретін тетіктер. Ал сол үш тетіктің үсті жағында тұрған тетік, ол біздің ойымызша келген звоноктарда көтеруге арналған тетік. Яғни сіздің телефоныңызға звонок келсе, наушник арқылы көтере аласыз. Жалпы наушниктің сапасы жайлы айтатын болсақ, алдыңғы наушникке қарағанда кішкене сәл ғана төмен. Наушникті киген кезде
құлағыңызды толығымен жауып алады. Сол себептен айналаңыздағы шумның деңгейі сәл төмендейді. Мен бұл наушниктің дизайнына 10-нан 6 деген баға берем. Себебі алдыңғы наушникпен салыстырғанда бұл наушниктің сапасы төмендеу. Ендеше әрі қарай бұл наушниктердің дыбыс жағын тексерейік. Бірінші наушниктен бастайық. Наушникті телефонға жалғау үшін, қосу үшін телефоныңыздан Bluetooth-ге кіресіз. Наушникті қосу тетігін басып тұрасыз. Сол кезде Bluetooth-ға сізге осы наушниктің аты шығады. Үстінен басасыз және сіз қосылдыңыз. Ешқандай қиындық жоқ. Біз уже қосылдық. Ендеше, естіп тұрсың ба? Десең. Малек, сөйлеш маған. Қалайсың, сағым? Естіліп тұрмын, мен болсын. Негізі наушниктің дыбысы жақсы, бірақ төменгі дыбыстарды өте жестко алады. Прям қатты жақсы деуге де келмейді, жаман деуге де келмейді. Бір орташа деңгейдегі сапасын беріп тұр. Сыртқа естіліп тұр еще да. Дыбыс жағынан өте жақсы деуге де келмейді, жаман деуге де келмейді. Орташа деңгейде жасап тұр. Мен 10-нан 6 деген баға беретін едім. Celebrad A4. Екінші наушникті қосып көрейік. Екінші наушникте де дәл солай. Наушникті қосу үшін наушниктің өзінің қосу тетігін басып тұрамыз. Ол наушниктің аты шығу керек. Наушникті Bluetooth арқылы телефонға қостық. Дыбысын тексеретін боламыз. Бұл наушниктің дыбысы бірінші наушникке қарағанда жақсырақ деп айта аламын, себебі тыңдаған кезде прям сезіліп тұр құлаққа. Мысалы, бірінші наушникте төменгі дыбыстар, яғни биттің драмкиттері, бас өте қатты шығып тұр. Ал Gearlox наушнигінде онда ешқандай дефекттер жоқ. Бәрі өз балансында, бәрі бір деңгейде әдемі естіліп тұр. Бұл наушникке дыбыс жағынан 10-нан 8 деген баға берем. Осымен біздің бағалы осымен аяқталған сияқты бір қорытындылап жіберейік. Мана айтқандай, бірінші наушниктің корпусы мықты болғанымен, бірақ дыбыс жағынан сәл нашарлау. Ал екінші наушник керісінше сыртқы корпусы ондай қатты жақсы емес болса да, дыбыс жағынан өте жақсы деуге болады. Бұл әрине менің жеке ойым, менің жеке ощущениемнен болған қорытындылар. Ал егер сіз өзіңіз тексеріп көргіңіз келсе, онда сатып алып қарасаңыз болады. Қай жерден сатып алам деген ой туындап жатса, мен сізге мобильный рай техникалық дүкенін ұсынар едім. Осымен біздің бүгінгі техникалық обзорымыз өз соңына жетті.